Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Қалалықтардан соңғы уақыттана патруль полициясына көптеген шағымдар түсіп жатыр. Солардың ашықтығын, айғақтығын, анық-қанығын білуге мұнда келіп тұрмын. Яссауи көшесі 114-ші үй. Мен білуімше бірге анықтайық. Жаяу жүргінші, қос жолақтың таңбал үзінділері тұр, көліктер мына жақтан келіп ішке қарай бұрылатындай, мына жақтан келіп сыртқа қарай шығып кететіндей іздері тұр, көріп тұрмыз. Мынау арық. Арықтың үстіне құбыр тастайды да осылай асфальттап қояды. Машиналар ыңғайлы дірілдемей, сілкілдемей отырсын деп. Мына көріп тұрмыз ғой, арықтың біткен жерінен, құбырдың басталған жерінен мына үзінділер басталады. Мына жақта шығып жатқан көліктер мына қос ұзын сызықты басып, айыппұлға ілінбес үшін арнайы бөліп қойғанда машина ыңғайлы шығу үшін. Ал енді мына Яссауи 114-тің алдын көрейік. Мына жерде басталып тұр ғой машинаның шығатын жері, кіретін жері. Мына жерде аяқталып тұр. Мұнда не байқаймыз? Мұнда мына қос жолақ белгісі үзілмеген. Ал шын мәнінде бұлай мына жақта көлік жүре алатын болып тұр да. Міне қазір қос жолақты басып өтіп жатыр. Заңды бұзды емес, ол өзінің еркінсіз, мәжбүрлі түрде бұзуға мәжбүр болып тұр. Өйткені дұрыстап бұрылыс алу үшін мына жерде бір үзіліс, мына жерде тағы да бір үзіліс болу керек. Мен сіздерге нақтылап көрсетейін. Мына жерде көріп тұрмыз ғой, қос жолақты. Арғы жақта үш-ақ үзіліс тұрды, бірақ оған көлік сыймайды. Көлік ешқалай сыймайды. Соны пайдалана отырып біздің патруль арғы жерде отырады екен, камераларын қосып алып. Қазір мына жерде көлік Сейфуллин даңғылына кету үшін амалсыздан мынаны басып өтеді екен да, қос жолақты. Патруль, сендер өздерің жаңағы жүргізушілер көрсеткен кезде мына жерде әдейі емес, амалсыздан ғой, бұл жерде үзіліс жоқ қой, қалай Сейфуллин даңғылына кетем деген кезде не деп жауап бересіңдер? Ойланбайсыңдар ма кішкене? Әлде сендерге су тұрса болды, сомен нан жасау үшін, ақша табу үшін солай жасап қойдыңдар ма? Егер де біреу келіп мына жерде, ауланың тұрғындары тек қана оңға кету керек, оң жақтан барып, арғы жақтан Бағдаршамнан немесе Алмас кафесінің алдынан бұрылу керек дейтін болсаңдар, мына жерге неғып солға қарай бұрылуға болмайды деген белгі қоймайсыңдар. Ешқандай тыйым салынған белгіні көріп тұрған жоқ біз, өйткені ол жоқ бұл жерде. Мына жерде солға бұрылған тыйым салынған, бұрылуға тыйым салынған белгі жоқ. Бірақ бұрылып шыққан көліктерді мына жерден жүргізуші куәліктерінен айырамыз, немесе келісейік дегендей әңгімелер болып жатыр дейді. Мына жаяу жүргінші белгінің астында патруль машинасы тұрады дейді, өздерінің планшеттеріне түсіріп. Қыдырбаев білеміз ғой, ол заңсыз әрекет екендерін. Сендер жақтан Қыдырбаев дегенді білмейтін болсаңыздар, Кентау қалалық полиция бөлімінің басшысы. Өзі қызық адам ол. Алдағы уақытта әртүрлі дәлелдер келтіретін болам сөзіме. Енді жол бөлімі, фамилиясын ұмытқала берем. Дәулетшиев. Жақсы. Жол белгілерін салыпсын, көрініп тұр, жақсы. Бірақ сен мердігердің артынан тексеру, бақылау жұмыстары жоқ па? Сендерден қаншалықты жұмыс жақсы, дұрыс атқарылғандығы жөнінде? Мына көріп тұрмыз, қазір машина былай тұрады. Мына жақтан шығатын машиналар ізін көріп тұрмыз ғой, дөңгелектің іздерін, Мені тұр дөңгелектің ізі. Бәрлігі мына жерден қос жолақты үзілмеген жерінен басып өтеді.
Онда мына жерге тұрып алыңдар да қаланың бәрінен ауладан шығып жатқан үйдің тұрғындарын осы жаққа қонаққа келген адам бәрін жүргізуші куәліктерінен айыра берсеңдерші, айыппұл сала беріңдер, қазынаны толтырып жатырмыз мемлекет үшін ғой, біз өзіміз үшін емес деп. Кішкене миды іске қосуға тағдырларында жазылмаған ба? Мақажанов, Кентау қаласының әкімі, Нұр Отан партиясының Кентау қалалық төрағасы. Дәулетшиевіңді тексерші, жұмысқа сай ма, сай емес па? Негіз сен өзің те тексеру керек қой, сен басың жетпейді ғой, жүрегің жетпейді қала басқаруға. Сен кабинетіңнен шықпайтын. Әкім шықсын ғой, сен шықпайтын. Әкім шық деп атау керек па, сен білмеймін. Неге жұмысқа дені дұрыс адамдарды қабылдамайсыңдар? Өзінің мамандары бар ғой, қанша оқыған адамдарымыз бар жұмыссыз жүрген. Өздерінің таныс тамырларында теңге бергендерді аласыңдар да, сосын осындай былықты ұйымдастырып, сосын қарапайым халық, қала тұрғындары содан зардап шегіп отыр енді. Көріп тұрмыз дөңгелектіңізін. Міне, ауладан шыққанның бәрі мына қос, орысша айтқанда сплошной двойной дейді. Бірден айып жүргізуші куәлігінен айырылатынды басып өтетін етіп әдейі істеп қойғансыңдар ма, білмеймін сендерді. Үзінділер мына жерде тұрды. Мына жақтың үзіндісін көрейік, үзілген жерін. Мынау ғой. Енді дәл соның тұсымен келейік та. Міне. Оппа, өтіп алайын. Көріп тұрмыз ғой, машинаның бас жағында. Ал бұл жақта арық. Енелерің сендердің арықтың үстімен ұшып барып өту керек па, ұшып керек па сонда? Сендердің миларың негізі тәулігінде 25 сағат жұмыс істейтін адамсыңдар ғой сендер. Сендерлерді мүлдем көше сыпыруға да алмайтын едім мен болғанда егер. Осыны дұрыстаңдар, және де өз жерден зардап шеккен жүргізушілер, қалалықтар тікелей маған байланыссаңыздар болады. Бұл істі материалды сотқа жеткізіп, протоколдарының жаңағы полицияның толтырған бәрінің заңдық күшінен айырамыз. Өйткені бұл жерде сіздердің кінәларыңыз жоқ. Шын мәнінде тағы да қайталап өтейін. Солға абырылуға тыйым салынады деген екі жақта да белгі жоқ. Мына жерден машина тұратын болса арғы бетінде амалсыз арғы өз қатарына түсе алмайды. Өйткені ол жақта машина тұр. Өз қатарына түсе алмайды да, мына қатарға түскенде еріксіз қос сызықты, қос жолақты басып өтетін болып тұр ғой. Хабар беріңіздер, хабарда болайық. Ал жаңағы Дәулетшиевке айтарым, миыңды анда-санда жұмысқа іске қосып тұр, мердігерлердің артынан тексеріп тұр, қызметкерлерің бар ғой, бүрезің емессің жол бөлімінде, дұрыс па? Байланыста боламыз. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла.